Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Мен бүгін ең оңай жасалатын самсаның түрімен бөліскім келеді. Шынында да қытырлақ, дәмді, дәл базарда сататын самсалардан еш айырмашылығы жоқ. Алдыменен қамырды дайындап алу керек. Мен алдын ала илеп қойдым. Яғни су, жұмыртқа, ұн. Суға тұз қосамыз міндетті түрде. Осылай илеп, кішкене 10-15 минутке қойып қоясыздар. Мынаны міндетті түрде иіні қану керек. Кейін осы дөңгелек нанымызды домалақ етіп жаясыздар. Мен домалақ жайып енді үйреніп жүрмін, сол себепті қатты сөкпеңіздер. Кейін оның үстіне ерітілген сары майды жағасыздар. Қыздар, міндетті түрде ерітілген сары май болу керек. Жалпы жирностін 82,5 алуға тырысыңыздар. Толығымен жағып болғаннан кейін осы нанымызды орау қажет болады. Яғни рулет секілді орау қажет. Рулет секілді орап аласыздар. Кейін бұны, яғни улитка секілді орап, сыртын пищевой пленкаменен орап, морозилкаға, яғни мұздатқышқа 20 минутке қойып қоясыздар. Ішіндегі майы қатып жақсы болады. Начинкасын жасаймын. Қыздар, мен жалпы салмасын әртүрлі етіп жасаған жоқпын. Мен құс етін алдым. Құс етін осылайынан төпішті ұсақ етіп турап, оған картошка және де картоп және де пияз қосатын боламын. Тартылған етпен де жасауға болады, қыздар. Салмасын жалпы өздеріңіз қандай ұнатасыздар, сондай менен жасай беруге болады. Бұл жерде нақты қағида жоқ, бірақ осы құс етіменен өте, яғни тауық етіменен өте дәмді шығады. Сол себепті мен осылай жасаймын. Міндетті түрде картоп қосамын, жұмсақ болған ұнайды, және де пияз қосамыз. Маған бір картоп жеткілікті болды. Мен 2 қосам ба деп ойлағам, бірақ біреу жеткілікті екен, сол себепті біреуін ғана қостым. Жалпы осы, енді осыған тұз, бұрыш, мен дәміне қарай кішкене орегано қостым. Ол да дәмдеуіш болып есептеледі, бірақ егер сіздер оны ұнатпасаңыздар, қоспай қойсаңыздар болады. Осыны, яғни начинкамызды бір 10 минутке қоямыздағы. Енді жасай берсек болады. Араластырып, қалауыңыз бойынша кішкене сары май қосып жіберуге болады. Араластырып қоясыздар. Болды, яғни начинкамыз дайын, қамырымыз дайын болды. Енді мұздатқышта кәдімгідей 20 минуттей тұрып, біраз қатып жақсы болып қалды. Арасын ашып, енді осылайынан бөліктерге бөліп аласыздар. Шамамен 5-6 сантиметрлікте шығар. Мен көз мөлшермен бөлдім. Нақты бір былай өлшеп ешқашан жасамаймын. Үйге өзімізге жасағандықтан көз мөлшерменен бөліп жасаймын. Бұндай размерде шыны керек орташа размердегідей болып шығады, тым үлкен болып шықпайды. Енді мен сіздерге самсаның жалпы 2 түрін көрсеткім келеді, яғни 3 бұрышты түрін және де басқаша, яғни түрін көрсеткім келеді. Жартай шеңбері ретінде жасалатын. Енді осы жаңағы қамырымызды, қатып тұрған қамырымызды тез істеген дұрыс, негізі ішіндегі майы еріп кетпегенше. Себебі еріп кеткен кезде қамыр менен жұмыс істеу өте қиын болады. Осылайынан жайып аласыздар, тым қатты жіңішке қылдырып жібермеңіздер, қамырларыңыз тесіліп кетеді. Енді дайын салмамызды осы самсаның ішіне, яғни қамырдың ішіне саламыздағы 3 бұрышты етіп жабатын боламыз. Дәл видеодағыдай етіп жасайсыздар. Бұл самсаны жасаудың, яғни формасын жасаудың бірінші түрі. Міне бірінші түрі осылай жасадым, ал екінші түрінде дәл осылай етіп жасайсыздар да, тек жарты шеңбер ретінде жасап, шетін өресіздер. Міне осылай етіп, сонда 2 түрлі формада жасауға болады. Мен 2 түрлі формада етіп жасадым. Жалпы сіздерге өздеріңізге қалай ыңғайлы, солайынан жауап берсеңіздер болады. Бұл жерде нақты былай жасау керек, қалай жасау керек деген нақты қағида жоқ. Кейін дайын жасалып болған
самсалардың үстін жұмыртқаның сарысыменен, немесе менің жағдайымда сүт жақтым, себебі жұмыртқаның сарысымен деуде болмай қалды. Үстіне кунжут септім. Жай ғана сүтпенен осылайынан сүтінен яғни жағып шығып, үстіне кунжут себуге болады. Сосын 40-45 минутке қоясыздар дағы 180 градуста осылай етіп пісіріп аласыздар. Өте қытырлақ, дәмді, тәтті болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып кетіңіздер.